Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы сауат ашу әдістемесінің ғылыми негіздері, сауат ашу әдістемесі туралы ұғым, сауат ашу кезеңінде оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру. Дәрісімізден алатын қағидалармен таныс болып алсақ, оқу және жазу дағдыларын қалыптастыру сауат ашу кезінде оқушылардың үйренетін біліктер мен дағдылар шеңбері. Дәрісіміздің мақсаты мен міндеті: студенттерге сауат ашу кезеңінде оқу мен жазу дағдыларын қалыптастыру, сауат ашу кезеңінде оқушылардың үйренетін біліктері мен дағдыларының шеңберінде жан-жақты мағлұмат беру. Жалпы сауат ашудың негізгі мақсатына келсек, ол оқу жазу дағдысының негізін қалау, балаларды тыңдауға, оқуға, жазуға үйрету, балаларда сөздің дыбыстық құрылысы туралы түсініктерді қалыптастыру, әріп таныту, әуелі буындап, сонан соң тұтас сөздерді, сөйлемді, мәтінді оқуға үйрету, сауатты жазу негізін қалыптастыру, өз бетінше оқуға, кітапқа қызығушылығын ояту, ауызша диалогтық және монологтық сөйлеуін дамыту. Сөзді үйрену барысында балалар мынандай амалдарды дағдылануы тиіс. Бірінші, сөздің мағынасын айту. Екінші, сөзді тағы қандай мағынада қолдануға болатынын айту. Үшінші, осы мағынаны тағы қандай сөздермен біріктіруге болатынын айту. Төртінші, сөйлеуде лексикалық құралдарын дұрыс пайдалануы. Бесінші, мағына жағынан ұқсас немесе қарама-қарсы сөздердің қолданылуын аңғарту. Сауат ашу пәні 3 кезеңнен тұрады: әліппеге дейінгі кезең, әліппе кезеңі, әліппеден кейінгі кезең. Мұғалім сағат санын 3 кезең бойынша сыныптағы оқушылардың оқу мақсаттарын меңгеруіне, әр кезең міндеттерін жүзеге асыруына орай еркін жоспарлай алады. Әліппеге дейінгі кезең міндеттеріне келетін болсақ, оқу әрекетіне деген қызығушылығын қалыптастыру, фонематикалық есту тыңдауын дамыту, дыбыс, буын, сөз, сөйлем туралы алғашқы ұғымдарын, түсініктерін қалыптастыру, сызба модельдерін қолдана отырып сөзге дыбыстық талдау жасау, дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, сөздерді буынға бөлу дағдыларын қалыптастыру, қолдың ұсақ бұлшық еттерін дамыту, бояу, сурет салу, түрлі бағыттағы сызықты жүргізу, сұлбасын салу, элементтерін жазу, ойлау, есте сақтау, елестету, қабылдау қабілеттерін және тұрақты зейін дамыту, ауызша жазбаша тілін дамыту. Әліппе кезеңінің міндеттеріне мынандай міндеттер жатады: оқу әрекетіне деген қызығушылығын дамыту, фонематикалық есту тыңдау дамыту, дыбыстық талдау жасау дағдыларын жетілдіру, әліппе әріптерін меңгерту, әріптердің баспа және жазба түрлерін, бас әріп және кіші әріптерін ажыратуға үйрету, дыбыс, буын, сөз, сөйлем туралы ұғымдар мен түсініктерін кеңейту, біртіндеп сөзді тұтас, дұрыс түсініп оқуға дағдыландыру, әріптерді, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді жазуға, каллиграфиялық дағдыларын қалыптастыру, ауызша және жазбаша тілін дамыту арқылы сөйлеу әрекеттерін жетілдіру. Әліппеден кейінгі кезең міндеттері: мәтінді дұрыс, ырғақты оқуға дағдыландыру, іштей оқу, түсініп, мәнерлеп, шапшаң оқу дағдыларын қалыптастыру, байланыстырып сөйлеуін дамыту, каллиграфиялық нормаларын сақтай және сауатты, қатесіз жазу дағдыларын қалыптастыру. Оқушылар жазу ережелерін сақтап отырғанда ғана дұрыс жазуға үйрене алады. Жазуға кірісерде алғашқы күннен бастап орындалуы тиіс гигиеналық талаптар мыналар. Бірінші, ол дәптер партаның үстінде баланың кеудесінің қақ ортасында тура келетіндей болып, сәл көлбенең оңға 65 градусқа қойылады. Бала басын оңға не солға, иықтарын кеудесін алға не артқа қисайтпай, аяқтарын қатар қойып, алдында түзу қарап отырады. Бұл олардың омыртқаларын, көкіректерін дұрыс жетілуі үшін қажет. Бала табандары еденге еркін басылып отырады, тізені қатты бүкпей, ішкі бір аяғын екінші аяғын үстіне қоймай, аяқтарын я алға, я артқа сілтемей отырғаны дұрыс. Партаға көкіректі тіркемеу керек, өйткені бұл жағдайда тыныс тарылады, жаңа өсіп келе жатқан кеуде бұзылады. Қаламды ұстағанда саусақты қалам ұштан 3 сантиметрдей жоғары тұратындай болып және қаламның жоғарғы жақ ұшы оң иықтың тұсына дәл келетіндей жағдайда болғаны жөн. Жазғанда баланың көзі мен дәптерінің арақашықтығы 25-30 сантиметрін сақтауы тиіс. Жазуға негізделген мынандай талаптар қояды: әріптерді дұрыс жазу, дәптердің көлденең сызығынан ауытқымау, бірте-бірте жазу қарқындығын тездете түсу, әріптердің элементтері жазғанда ұзынды қысқалы етпей, тегіс бірдей жазылуы, әріптердің бірін оңға, бірін солға қисайтпай, барлық әріптер бірдей оңға қарай, сәл көлбеттеу 45 градусқа жазылуы, әріптердің сондай-ақ сөздердің арасындағы қашықтық бір қалыпты сақтап, сөздер бір-бірімен әріптің көлемінде қашықтықта болуы тиіс.
Сауат ашу жұмысының мақсатын бағдарламада берілгендей, бағдарлама бойынша сауат ашудың мақсаты оқушылардың дұрыс оқи, дұрыс жаза білуін үйрету және оқу мен жазуға үйрете отырып тілін, ойын дамыту. Сауат ашу жұмысының басты шарты әріпті таныту. Әріпті танып, оқып, оны жазып үйренбейінше сауатты азамат болып өсуі мүмкін емес. Алайда сауат ашу жұмысы бірден әріп танудан басталмайды. Оқушыларды көркем жазуға үйретуде үш нәрсені басшылыққа алған жөн. Бірінші, әріптерді мәнерлеп жазуға және жеке әріптерді өзара құрастыра білуге. Екіншісі, әріп элементтерін дұрыс жазуға дағдыландыру. Үшінші, жазу жұмысын өте ұқыпты, мұқият болуын қалыптастыру. Сауатты жазу дегеніміз әріптерді тастамай, шатастырмай жазу, оқушыға буындап оқу сөздерін буынға дұрыс бөлгізу керек. Буынды дұрыс меңгерген оқушы сауатты жазады. Жазуға үйрету жүйесі әртүрлі әдістері 19-20 ғасырдың бас кезінде-ақ мектептерде енгізіліп, қазіргі кезде кеңінен қолданылады. Бұл әдістерге Кастер әдісі, генетикалық әдіс, ритмикалық әдіс, сызықтық әдіс және көшіре жазу әдісі жатады. Көшіріп жазу әдісі бойынша мұғалім дәптерге қарандашпен жазады, немесе әріп таңбаларын нүктемен белгілейді, ал оқушылар оның үстінен басып жазады. 19 ғасырда бұл әдіс мектептерде енгізілді, алайда бұл әдісті пайдалану барысында кемшіліктерін ескере отырып, оны қолдануға шек қойыла бастады. Сызықтық әдіс арқылы оқушы әріптің көлемін, пішінін, арақашықтығын, көлбеуін дұрыс жазуды үйренеді. Әріптің біркелкі сақталу үшін арнайы торкөздер пайдаланған екен. Кейіннен бұл торкөздер көздің жанарын және оқушының өздігіне жұмыс істей алмауына байланысты алынып тасталған. Генетикалық әдіс көркем жазу әріп элементтерін жазып үйренуді талап етеді. Бала әріп таңбаларын алфавит ретінде жазып үйренеді. Алдымен оңай әріптерді жазып үйренеді, сонан соң біртіндеп жазылу күрделі әріптерін таңбалауға үйренеді. Тактикалық немесе ритмикалық әдіс. Ритм бүкіл жазу элементтерінің лайықты үйлесімін табуға көмектесетін амал. Талқылау қозғалысты бір қалыпты жетілдіріп, оқушылардың жазу қарқынын жеделдетуге әсер етеді. Жазу процесінде жасалынатын қол қимылдардың дұрыс та айқын болуын дамытады. Сыныптың бір мезгілде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Алайда бұл әдіс бірнеше кемшіліктері бар екені дәлелденген. Кастер әдісі қолдың қозғалысын дамыту үшін жасалынатын жаттығулар жүйесі. 19 ғасырдың басында ағылшын Кастер енгізген. Бұл әдіс ең алдымен 19 элементті, одан кейін жазудың қиын штрихтары бар әріптерді, сөздерді жазуға үйретеді. Бұл әдіс ересектерге каллиграфиясын түзету үшін пайдаланған тиімді. Оқушылардың көркем және сауатты жазуы үшін бірнеше жаттығулар түрлерін ұсынған. Бұл жаттығулар балалардың көркем жазу дағдысын қалыптастырады. Орнын белгіле жаттығуы. Дәптердің алдын ала сөздер жазылады. Оқушылар әріп элементтерін және әріптің байланысу орнын белгілейді. Әріпті тап жаттығуы. Әріпті бір немесе екі элемент жазылады да, оқушылар қалаған элементін тауып жазып көрсетеді. Ғажайып алаң ойыны. Тақтаға сөз жасырылады. Мұғалім жасырылған сөздің әрбір әрпін элементтер бойынша сипаттап айтады да, ал оқушылар қандай әріп екенін айтады. Сауат ашу кезеңінде жоғарыдағы жұмыс түрлерін жүргізу арқылы оқушылардың дыбыстарды бұзып айту тәрізді кемшіліктерін түзетіп, оқығанын естіген екінші адамға айтып беруге машықтанатын болады. Баланың ойы дамып жетіледі. Қорыта айтқанда, сауатты болу алғы шарты әріпті үйретуден басталады. Әріп элементтерін дұрыс бір-бірінен ажыратып жазу ережелерін сақтағанда ғана бала сауатты жаза алады. Оқушылардың сауаттылыққа үйрету әр мұғалімнің шығармашылық еңбегіне байланысты. Назарларыңызға рахмет.